Құрметті көрермендермен қала қонақтары, эфирде Сатпаев телеарнасының жаңалықтар топтамасы, студияда Жансая Ғалымжанқызы. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған Смайл балаларды түзете дамыту орталығы ашылды. Үшінші халықаралық Планета искусств байқауынан Майюри Девдас би ұжымы бас жүлдені иеленіп қайтты. Өрт қауіпсіздігінің алдын алу бағытында рейдтік шара ұйымдастырылды. Бірінші республикалық Жұлдызай спартакиадасының қалалық кезеңі өтті. Сатпаев қаласында алғаш рет Смайл балаларды түзете дамыту орталығы кеше салтанатты жағдайда ашылып, өз келушілеріне есігін айқара ашты. Бірнеше қызмет түрін ұсынатын орталық жайында толығырақ әріптесімнің бейнесюжетінде. Қаламызда салтанатты жағдайда өзінің кішкентай келушілеріне есігін айқара ашқан Смайл балаларды түзету орталығында мерекелік жағдай болды. Қалалық әкімдік өкілдері мен туған-туыс жеке кәсіпкерлердің басын біріктірген салтанатты басқосуда ең алғаш болып сөз алған қала әкімі орынбасарының міндетін атқарушы Айгүл Төлендина қаламызда алғаш рет мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған орталықтың ашылуына ризашылығын білдіріп, алдағы күндердегі жұмыстарына сәттілік тіледі. Құрметті қала қонақтары, бүгін біздің қаламызда үлкен бір жақсы мейрам деп ойлаймын. Өтіп отыр балаларымыз үшін жаңағы Смайл орталығы ашылып жатыр. Біздің енді балаларымыздың бұл жерде оқып та қоймай, жаңағы өздерінің денсаулықтарын шынықтырып, қоғамға өздерінің бір үлесін қосып, бір-бірімен танысып, үлкен бір жақсы азаматтар шығады деп өзім ойлаймын осы жерде. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша 2 миллион 700 мың теңгенің грантын жеңіп алған Қымбат Балғазина Смайл балаларды түзете дамыту орталығын ашып отыр. Жылы лебіздер айтылған соң қазақи ырым бойынша үлкендер жағы шашу шашып жатса, Сатпаев қаласы әкім орынбасарының міндетін атқарушы Айгүл Қосманқызы және де кәсіпкерлер қатарына жаңадан қосылған жас кәсіпкер Қымбат Қанатбекқызы салтанатты жағдайда орталықтың лентасын қиып, қонақтарды төрге бастады. Қадамдарың сәтті болсын балалар, тілектерің қабыл болсын ағайын. Қонақтардың ішке кіруін сұраймыз. Алғаш рет ашылған мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған орталықта 3-тен 14 жасқа дейінгі балаларға емдік шынықтыру, массаж жасау, логопед, дефектолог және психолог мамандарының көмегі ұсынылуда. Міне мемлекеттік грант ұтқан жас кәсіпкер өзінің алға қойған мақсатына жетіп, бүгінде балаларға арналған түзете дамыту орталығын ашып отыр. Бұл да бір үлкен жауапкершіліктің жемісі. Бүгін міне Сатпаев қаласында бір үлкен бір айтулы күннің бірі болып тұр. Кішкентай осы Сатпаев қаласының бүлдіршіндерге бір керемет жақсы күннің бірі туды десек болады. Себебі осы Сатпаев қаласында алғаш рет Смайл балаларды түзету дамыту орталығы ашылып жатыр. Бұл орталыққа мүмкіндігі шектеулі балалар ғана емес, сонымен қоса интеллектісі сақталған тек қана тілдерінде ақаулар балалар да келулеріне болады. Себебі бұл кезде бізде логопед, дефектолог, психолог, массажист және ЛФК мамандары осындай білікті дипломированный дейді ғой, сондай мамандар бізде қызмет атқарады. Жас кәсіпкердің айтуынша бұл жерге келетін әрбір балаға мүмкіндігінше жеңілдік жасауға жағдай жасаймыз дейді. Әрбір қызмет түрі ақылы болғанымен салтанатты ашылу кезінде қаламыздағы жеке кәсіпкерлердің бірі Меруерт Бақбергенова осындай игі бастаманы алғашқылардың бірі болып бастап, денсаулығында кінараты бар қаламыздың кішкентай тұрғыны Айзере Ибадилдаға осы орталық ішінен тегін массаж алуына жағдай жасап, арнайы сертификатын табыс еткенді. Бұған әрине ата-ана да дән риза. Сатпаев қаласында осындайды түзету орталығы ашылғанына ризашылық білдіремін. Бүгін ашылу күні, не дейін енді, балаларға көп көмек тиеді деп ойлаймын ары қарай. Біріншіден мен мысалы жазылдым, мен 10 күндік тегін массаж ЛФК алатын боламын средадан бастап. Соған ризамын. Ойын залы да бар, бәрі де бар. Дальнейшем бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Алматы қаласында өткен 3-ші халықаралық Планета искусств байқауына қатысқан Майюри Девдас би ұжымы ұлттық би және эстрадалық жанрлар бойынша бас жүлдені иеленіп қайтты. Жүлдегерлерді бүгін біздің түсіру тобымыз және ата-аналар қауымы Жезқазған темір жол вокзалынан күтіп алды.
Ағымдағы жылдың 17 мен 20 ақпан аралығында Алматы қаласында өткен 3-ші халықаралық Планета искусств байқауына Сатпаев қаласынан Майури Девдас би тобы қатысқан болатын. Халықаралық байқау көптеген талантты бишілерді ғана емес, сондай-ақ Ресей мен Қырғызстан елінен келген бишілердің басын қосты. Біздің қала атынан қала намысын қорғап, өздерінің тамаша билерін ұсынған Майури Девдас би ансамблі күшті бәсекелестеріне қарамастан бұл байқаудан 2 номинация бойынша бас жүлдені иеленді. Аталмыш би тобының жетекшісі Бақыт Уәлиева бірнеше жылдан бері қала жастарының басын біріктіріп, үнді елінің биін үйретіп келеді. Бүгінгі таңда сүйіктісінің жемісін көріп, бірнеше шәкірт тәрбиелеген би жетекшісі облыстық, республикалық, халықаралық деңгейлерде өткен байқаулардан жүлделі орындарға жетіп жүр. Осы жолы өткен байқауды үнді елінің Болливуд данс биін билеп, жетістікке жеткен би ұжымын ата-аналар мен біздің түсіру тобымыз Жезқазған теміржол вокзалынан күтіп алды. Біз Майури Девдас би ансамблі 17-20 аралығында өткен Алматы қаласындағы Планета искусств атты конкурста бас жүлдені иеленіп алдық. Біз Алматы қаласында 2 номинациямен бардық, және де екеуінде де бас жүлдені иелендік. Алматы қаласындағы бұл халықаралық конкурста Ресей елінен және де Қырғызстан елінен қатысушылар келді. Және де конкурс өте жоғары дәрежеде өтті, өте қызықты болды, бәсекеге лайықты қарсыластар болды деп ойлаймын. Балаларының халықаралық деңгейде көрсеткен өнерлеріне риза болған ата-аналар да қуаныштарын жеткізіп, би жетекшісі Бақыт Уәлиеваға алғыстарын білдірді. Осы жылдың 17 мен 20 ақпан аралығында өткен халықаралық байқаудан біздің балаларымыз жүлделі орынға ие болып, бізді қуантып отыр. Бұл тек балалардың жеңісі ғана емес, қаламыздың жеңісі деп білемін. Сондықтан да бүгінгі байқауға қатысқан балаларымызды жетістігімен құттықтай отырып, алда алар асулары мен бағындырар белестері көп болсын деп тілеймін. Біз де телеарна атынан үздік нәтиже көрсеткен бишілерді құттықтай отырып, алдағы өтетін байқауларына сәттілік тілейміз. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қала орталығындағы тұрғын үй секторында Сатпаев қалалық төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлерінің ұйымдастыруымен өрт қауіпсіздігі бойынша кезекті рейд өтті. Өрттің алдын алу мақсатындағы іс-шаралар жыл сайын ұйымдастырылып, жану жағдайларының басым бөлігі тұрғын үй секторларында болғандықтан, қала тұрғындарын құлақтандыру шарасы жалғасын табуда. Жыл басынан бері қала көлемінде 500 мың теңге мөлшерінде материалдық зардап келтірілген 6 өрт тіркелген. Отты абайсыз пайдалану, өртке қарсы талаптарды сақтамау, өз үйіне деген селқостық қарым-қатынас міне осылар қайғылы оқиғалардың негізгі көздері болып табылады. Суық мезгілде жану тізімінде алғы қатарда пешті өрттер тізгін ұстауда. Рейд барысында төтенше жағдайлар және де өрт сөндіру бөлімінің мамандары Камаров көшесі бойындағы тұрғын үйлерді аралап, тұрғындармен әңгімелесіп, көрнекті материалдарын таратты. Халық қатер жаңағы шығын болса, уже қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Тұрғын секторындағы насихаттық түсіндіру жұмыстары төтенше жағдайлар бөлімінің ведомствосы қызметінің басты бағыттарының бірі. Мұнда ең бастысы адамдарға өмірді бағалау және сақтау керектігі, жақындарының қауіпсіздігін ойлау сияқты қарапайым ақпараттар айтылды. Қазіргі таңда 2016-2017 жылу маусым уақытында қазіргі таңда мынау жағдай төмен мүгедек жандар және көп балалы отбасылардың үйлерін аралау бойынша рейдтер жүргізілуде. Бұл рейдтің мақсаты бізде өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау, адам өліміне жол бермеу мақсатында іс-шаралар жүргізілуде. Бұл кішігірім айта кететін болсақ, Сатпаев қаласының аумағының тұрғындарына және қала қонақтарына өрт қауіпсіздік үй жағдайында таңға дейін ұялы телефондардың қуаттағыштарын таңға дейін қалдырмау, балаларды, кәмелеттік жасқа толмаған балаларды пәтерде қалдырмау жөнінде, сонымен қатар сіріңкені қол жетімді жерге қоймау, тамақ істеу барысында қараусыз қалдырып сыртқа шығып кетпеу. Жалпы атап өтер болса, қалада төтенше жағдайлар және өрт сөндіру бөлімі қызметкерлерінің көмегімен 8 авариялық құтқару жұмыс жүргізіліп, 13 адам құтқарылған. Оның ішінде қар құрсауынан құтқарылғандар саны 8 адам болса, бір азамат өрт жағдайында мамандардың көмегімен аман қалған. Өткен аптада қаламыздағы номер 25-ші жалпы білім беретін орта мектебінде мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған бірінші республикалық жұлдызай спартакиадасының қалалық кезеңі өтті. Толығырақ келесі топтамада.
Өткен жұмада номер 25-ші жалпы білім беретін орта мектеп қабырғасында қалалық білім бөлімінің ұйымдастыруымен бірінші республикалық Жұлдызай спартакиадасының қалалық кезеңі өтті. Аталмыш шараның мақсаты мүмкіндіктері шектеулі балалардың жеке шығармашылық қабілетінің қалыптасуына көмек және қолдау көрсету, мүмкіншіліктерін дамыту арқылы қоғамға кіріктіру болып табылды. Ал өткізілген спартакиаданың мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау арқылы дарынды спортшыларды анықтау болды. Жалпы іс-шара барысы Қазақстан Республикасының әнұранымен басталды. Сондай-ақ сөз алған білім бөлімінің әдіскері Елмира Макешева спартакиадаға қатысушы балаларға сәттілік тілеп, спорттық шараның табысты болуын тілге тиек етті. Содан кейін спорттық шараның бас төрешісі Виктор Криленко шараның өту ережесімен таныстырып кетті. Жалпы спорттық шараға 10 мен 15 жас аралығындағы балалар қатысты. Жарыс шағын футбол, стөл теннисі, асық ату және көңілді эстафета сынды спорт түрлерінен өткізілді. Қалалық білім бөлімінің ұйымдастыруымен номер 25-ші жалпы білім беретін орта мектебінде бірінші республикалық Жұлдызай спартакиадасының қалалық кезеңі өтуде. Арнайы білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған спорттық шара биыл алғаш рет ұйымдастырылып өтуде. Сатпаев қаласы бойынша 270 мүмкіндігі шектеулі балалар бар. Бүгінгі өтіп жатқан спартакиадаға 50-ге жуық 10 мен 15 жас аралығындағы оқушылар қатысуда. Жалпы спорттық шара 4 кезең бойынша өтуде. Спорттық шараға қатысып жатқан оқушыларымызға сәттілік тілейміз. Шара соңында спорттық шараға қатысқан оқушылар жүлделі орындармен марапатталып, алғыс хаттармен бағалы сыйлықтарға қол жеткізді. Атап өтейік, аталмыш спартакиадаға жастар ресурстық орталығы демеушілік көрсетті. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен сіздермен қоштасамын. Алда ауа райы мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтар. Жағымды жаңалықпен жолыққанша аман сау болыңыздар.